Сыртқа шықпай жатқанына бір жетіден асып барады. Бетінің ісігі қайтқанмен екі көзінің алды көкпеңбек. Шекесінде маңдайына сары дақ қалды. Құдай сақтапты, қабырғалары аман екен, бүйрегіне де зақым келмеген сияқты. Алғашқы күндері көңіліне күдік шауып, сарыуайымның тұңғиығына түсіп шыдай алмай тұншығып еді. Соңғы уақытта Мәскеуге жөнелткен хатының тағдырын ойлап, үйге сыймайтын, бір орында байыз тауып отыра алмайтын болып жүр. Әне міне дегенше тексеру келіп қалатын сияқты дегбірсізденіп, сәл нәрсеге бола таусыла сөйлеп әсемнің апшысын қуырып жібереді. Ол бейшара көмпіс, қабақ шытпайды, қарсы сөз айтпайды, күйеуінің дегенін бас шұлғып орындайды. Артық кеткенін аяған соңынан түсініп, күнәсін жуып шаюға кіріседі. Жақында біздің үйде той болады. Қызметіме қайтып тұрамын, 3 бөлмелі пәтер аламыз. Айдай сұлу әсемімді 3-ші қабаттағы пәтерімізге өзім көтеріп шығамын, дейді аяған, шабыттана сөйлеп, орнынан тұрып кетеді. Мұндай әңгіме еш кедергісіз әсемнің жүрегіне бірден жетеді. Ол әп-сәтте ғажайып сезімнің тұңғиығына шым батып кетеді. 3 баламды күн сайын шомылдырамын. Су жетеді, газ бар, ақша пішен, жан-жарыма қаракүл терісінен тігілген тон, бриллиант көзі бар сақина алып беремін. Аяғанның әңгімесі жалғаса береді. Рахат сезімнің құшағында отырған әсем қуаныштан күледі. Соңына қуаныштан көзіне жас алады. Жылама, жаным, дейді жігіт оны құшақтап. Аз қалды, кішкене ғана шыдашы, жақында жақсы хабар аламыз. Үйде жатқан бір жетінің ішінде аяған келіншегінің бір жақсылықтың болатындығына сендірген. Күйеуінің басына түскен қиын іске қиналып, аз уақыттың аралығында бұрынғысынан әрі жүдеп кеткен әсемнің қабағындағы көлеңке тарай бастаған еді. Ерлі зайыпты екеу атар таңнан жақсы хабар күтіп елегізеді. Күн сайын кезек-кезек почтаға жүгіріп, тыным таппайтын әдет жабысты. Хат хабар келе қоймады. Осындай сәтте үміті үзілген келіншектің қабағына көлеңке ұялап, тұнжырап отырып қалады. Қазір де міне почтаға барып келіп, үміті кесіліп тұнжырап отыр. Әсем, білесің бе, менің хатым тура Брежнев ақсақалдың қолына тиеді, деді келіншегін көңілдендірмек болып. Әсем елең ете қалды. Ол кісі менің хатымды оқып шығады да, көмекшісін шақырып алып, слушай, мынау жас жігіт екен, дейді. Жастар біздің болашағымыз, оларды қорғау, қолдау керек. Ал біз жастарды қудалаймыз, бекер күйдіріп обалына қаламыз. Бұл деген қылмыс. Аяған Қуатов жолдасқа жағдай жасау керек. Үйі бар ма екен? Біліңіз. Жоқ болса көмектесу керек. Түсіндің бе? Біз мұнда қара басымыздың қамын күйттеу үшін отырған жоқпыз. Бізді бұл орынға халықтың қамын жеп, жағдайын жақсарту үшін отырғызды. Социалистік қоғамның әрбір мүшесінің әлсіз үні біздің құлағымызға жетуге тиіс. Аяған Қуатовты жәбірлетіп қойып қарап отыра алмаймын. Қазір мен Димаш Ахметовичке телефон соғамын, дейді. Сонан соң алматыны теріп алады. Тойыз бір кнопка басса жетіп жатыр. Қонаев трубканы көтереді. Слушай, Димаш Ахметович, деді аяған Брежневтің даусын салуға тырысып. Әсемнің аузы ашылып кеткен. Таңғажайып кино көріп отырғандай қимыл қыбырсыз ұйып қалған. Сәлеметсіз бе? Зухраның денсаулығы қалай? Өте жақсы. Кемпіріңе біздің семьядан сәлем айт. Алматыны сағынып жүрмін. Қартайып қалдым, алыс жолға жарамаймын. Слушай, Димаш, мен Қуатов аяған деген жігіттен хат алдым. Оған қиянат жасапты. Бұл дұрыс емес. Жастар біздің болашағымыз. Вот так вот. Октябрь революциясының қай жылы болғанын білмейтін қыздың әкесі қалай ғана орталық комитетте бөлім басқарып отыр, а? Димаш, аяған Қуатовқа менің ыстық сәлемімді жеткіз. Осындай азаматтар үлкен орындарда отыруға тиіс. Біздің қоғамда білімді, іскер адамдар көп. Ал нағыз азаматтар, шындық үшін шырылдап отқа түсіп кететіндер аз. Бізге солар керек. Димаш Ахметович, Қуатов жолдасқа жағдай жаса, үйі жоқ шығар, көмектес. Аяғанға, келіншегіне менен көп-көп сәлем. Аяғанның әңгімесіне елтігені соншалық, әсем сықылықтап күле бастады. Аяғанның арызы Брежневтің қолына тие ме, жоқ па, ол кісінің осы мәселемен Қонаевқа телефон соғуы шындыққа жанаса ма, бұл жағын келіншек ақиқаттың безбеніне салған жоқ. Аяғанның әңгімесіне имандай сенді.
бір сәттің ішінде бүкіл мәселесін шешіп алатындай жүзі бал-бұл жанып, екі көзіне нұр ойнап шықты. Асып-сасып не істерін білмей берекесі кетті. Өтірік әңгімесінің келіншегіне қаншалықты әсер еткенін аяған түсіне қойды. Сырыққа құрық жалғап, жоқтан бар жасап, сөзін ары қарай жалғастырды. Осыдан кейін Димаш ағамыз идеологиялық жұмыстар жөніндегі хатшыны шақырып алып, Брежнев ақсақалдың сәлемін жеткізеді. Оған менің шаруамды тапсырады. Содан не керек? Хатшы идеология бөлімінің қызметкерлерін жинап жіберіп, төтенше жағдайды талқылайды. Ректорды, министрді, мойны бір тұтам божбан сарыны және Жақияны тұрғызып қойып, әй бір сілікпесін шығарып сілкілейді. Ректор мен Жақияны сол жерде орнынан босатып, қатаң сөгіс береді. Жақияның орнына мені бекітеді. Содан не керек? Мені іздетеді. Орталық комитеттің қызметкерлері, министр бастаған инспекторлар Аяған Қуатов деген мықтыны ал келіп іздесін. Анда барады таппайды, мұнда келеді жоқ. Жаны қысылған министр тарих факультетінің студенттерін шақырып алып, менің адресімді сұрайды. Студенттер тым-тырыс, бірде біреуі білмейді. Алмас біледі, деді Аяғанның әңгімесін соншалық ынта қойып беріліп тыңдап отырған Әсем. Иә, айтпақшы Алмас біледі екен ғой. Аяған ойланып отырып қалды. Дәл осы арада әңгімесінің әсерін күшейтетін бір нәрсе ойлап табу керектігін білді. Алмас біздің адресті әдейі айтпай қояды. Ол не деген қырсығады екен, деді келіншек дегбірсізденіп. Айта салса несі кетеді екен? Сақтықта қорлық жоқ. Мені олардың не себепті іздеп жүргенін Алмас қайдан білсін? Бәлкім олар мені түрмеге қамау үшін іздеп жүрген шығар, деп Аяған қабағы шытылып, томсарып үндемей қалған келіншегін құшақтады. Содан Алмас бастаған топ ақ-қара волгалармен біздің үйге келеді. Көршілер аң-таң, үйдің иесінің иесі шығып кеткен. Келген адамдарды ол тексерушілер екен деп қалады. Қорқақ байғұс қалтырап, дірілдеп, сүрініп, қабынып бізге жетеді. Өлердегі сөзін айтып жалына бастайды. Пәтерге 60 сом төлейтініңді айта көрме, дейді аяғыма жығылып. Енді сенен 30-ақ сом аламын, дейді. Бейшара 60 сомды асынып, бұрқылдап сөйлеп жүреді. Кеше келіп, бөлмені босатыңдар деп кетті, деді келіншек, ақырын ғана күрсініп. Содан не керек? Бір топ адам сау етіп үйге кіреді. Біз дәл осылай құшақтасып отырамыз. Мүлде көңіл аудармаймыз. Мүлде. Қойшы, тегі ұят емес пе? Үлкен адамдар келгенде екеуміз бұлай отырғанымыз тым ерсі ғой, Аяған, деп келіншек аузын бұртитты. Жарайды, сенің айтқаның болсын, деп Аяған келісе кетті. Содан оларды орнымыздан тұрып қарсы аламыз. Сен дастархан жасауға кірісесің. Ятай, үйде ештеңе жоқ еді, деп Әсем шоқ басып алғандай оқыстан орнынан тұрып кетті. Олар бәрібір отырмайды. Орталық комитеттің хатшысын күттіріп қойып, жайбарақат шай ішіп отырушы еді. Келген шаруаларын айтады, ал мен қасақана қырсығамын. Олар жалынады, әсіресе әлгі. Кімді айтасың? Мойны жоқ божбан сарын айтамын, деді Аяған орнынан тұрып жатып. Босағаға жақындап, божбан сарының мәнеріне салып сөйлей бастады. Құрметті Қуатов мырза, жолдас, сіз келіп кеткеннен кейін мен осы мәселемен әдейі айналыстым. Сіздікі әділетті іс екен. Басшыларға мен осылай деп далажыт еттім. Сіз мені дұрыс түсініңіз, деді. Ой, оңбаған-ай, сені бала құсатып алдағысы келеді, деп қалды әңгімеге ұйып отырған келіншек. Мен бала емеспін ғой, Әсем, алданбаймын. Әңгіменің ең қызық жеріне жеткенде сырттан әлдекімнің шырылдап жылаған дауысы естілді. Баласының дауысын танып, Әсем орнынан атып тұрып сыртқа жүгірді. Келіншегінің соңынан Аяған да есік алдына шыққан. Үй иесі татар шал 7 жасар үлкен ұлының құлағынан ұстап, дедектетіп сүйреп келеді екен. Болар болмасқа көтеріле қоймайтын Аяған мынаны көргенде шыдай алмай кетті. Әй ақсақал, құлағын жұлып аласыз ба баланың? Қолынан неге ұстамайсыз? Деп ашулана айқай салды. Сәл нәрсеге бола көз жасын төгіп жіберетін Әсем шырылдап барып ұлын құшақтай алды. Күшік, алмағаштың түбіне кіші етіп тұр ұялмай, деп сәл тосылып қалған шал қайтадан ашуына мінді. Бау-бақшамды құртты мыналарың, бұлардан шошқа жақсы. Ақсақал, тіліңізді тартып сөйлеңіз, бала періште, деді ызаға булыққан жігіт. Талағы тарс айырлардай болып тұрса да, жас үлкен адамның алдында әдеп сақтауға тырысты. 3 күндік пәниде шәй деспей сыйласу шарт, ақсақал. Сіз де жақсылыққа бірден күмп етіп түсіп кеткен жоқ шығарсыз. Біз де сіздің босағаңызды күзетіп қалмаспыз.
Сені мен шақырған жоқпын. Айда, кет, босат үйді. Маған қаңғырған қазақтардың керегі жоқ. Бар, айда, еліңе қайт, деді шал қолын сермеп. Бала шағаң ауланы былғап болды. Көрінген жерге отыра салады. Жабайы бәрі, культура дегенді білмейді. Ызаға булыққан жігіттің басына ыстық қан шапшыды. Қатты ашуланғандікі ме, көмейіне ып-ыстық зат кептеліп сөйлей алмай қыстықты. Қанша күйініп тұрса да үлкенді сыйлап үйренген әдетімен қазақы әдептен аса алмай мысы құрыды. Жігіттің осал жерін біліп алған шал қотырын онан сайын ауыртып қаси түсті. Бар төлейтінің 60 сом, 5 адам тұрасын. Жоқ, енді шыдай алмаймын. Бүгін көш, 5 студент жіберемін. Біз сізге бұл айдың ақшасын алдын ала төлеп қойып едік қой, деді әсем көз жасын сүртіп тұрып. Жаутаңдап түнеріп тұрған Аяғанға қарады. Шал енді бір нәрсе десе жарылатын секілді. Күйеуінің мінезін білетін келіншек Аяғанның қолтығына жармасты. Үйге жүр, үйге. Әй, әділетсіз өмір-ай, деп күйіне сөйледі жігіт пәтеріне қарай кетіп бара жатып. Ата-бабамның қаны сіңген ұлан ғайыр мекеннен алақандай жер тимеді-ау бізге. Әлі күнге көрінгеннің есігінде жүрміз. Қаңғырған қазақларды қу, гонять етіш қирақ, деп ызақорлана айқайлады шал. Қуасыңдар сендер, өзімен өзі жауласып, жаға жыртысып жүрген аз қазақты қуалап, тау асырып тастау сендерге сөз болып па, деді Аяған күңіреніп. Көңілі бос әсемнің көзі боталады. Жылап жібермес үшін астыңғы ернін қатты тістеп алды. Үйге кіргеннен кейін әсем есікті мықтап жауып қойды. Шалдың жүйкені жұқартар қотыр сөзін естісе, Аяғанның шыдап отыра алмасын біледі. Далаға шыққысы келіп, қыңқылдаған баласына зекіріп ұрсып, құйрығынан салып жіберді. Әкесінің қабағынан қорқыты ма, Елжас көзі жаутаңдап, бүрісіп, үнсіз отырып қалды. Ашуланғанда, ызланғанда кітап оқу Аяғанның ежелгі әдеті. Күйеуінің сол қасиетін білетін әсем оның қолына Ғафуровтың «Тәжіктер» деген қалың кітабын ұстата салды. Алғашқы әлетте жігіт келіншегінің бұл қылығына түсіне алмай қалды. Қалың нән кітаптың ауырлығын білгісі келгенде салмақтап біраз отырды. Сонан соң мырс күлді. Егер біреу қазақтар деген кітап жазса ғой, қазақпыз деп кеуде қағып жүргендер шу ете түсер еді. Бөрінің артындай шуылдап, аттандап кітап жазған бейшараны қаны сорғалаған ұлтшыл халқымыздың аттына сөз беделіне нұқсан келтірді деп кінәлап түрмеге жапқызып қояр еді. Аяған шарасыз күйге түсіп, тұйықтан шығар жол таппай қиналған адамдай қабақ шытып ақырын ғана күрсініп қойды. Басы салбырап бір сәт үнсіз отырып қалды. Әсем қозғалақтап әрең отырған Елжасқа қарап қабақ шытты. Қазақтың тарихын 15 ғасырдан ары жылжытуға тырысып көрші. Басыңа әңгір таяқ ойнатсын. Қазақ деген ұлт 15 ғасырда аспаннан түсе қалған сияқты. Ал тәжік, өзбек, қырғыздардың тарихы ерте дүниеден басталады. Ағайындар-ау, қазақ халқының негізін құрап отырған рулар біздің эрамызға дейінгі ғасырларда өмір сүрген жоқ па? Олардың ғажайып мәдениеті болған десең, саған қара күйе жағып, құйрығыңа шала байлап жібереді де, қарқ-қарқ күліп мәз болып қарап тұрады. Сөйтіп жүріп, аспандағы айды жерге сүйреп сүргендей гүпінетімізді қайтерсің? Сөйтіп жүріп, халықтың мұңын мұңдаған, жоғын жоқтаған адам болып көріну үшін мінбелерден айқайлайтынымызды қайтерсің? Қолында билігі бар әлдекім зекіріп ұрысса, апырау, қай жерден қате жібердің деп зәреміз зәр түбіне жетеді. Мансабы бар әлдекім шақырып алып сілкілесе, кешегі айтқан ақылды сөзімізбен айнып шыға келеміз. Басымыз жерге тигенше иіліп сан мәрте кешірім сұраймыз. Солай ғой әсем, біздің осында екенімізді бәрі ақыр аяғы жаңағы татар шалды біліп алған. Ә десе мә деп тұршы, аузын аша алмай бүгежектер еді. Қойшы сол шалды, қайдағы бір татар шалмен жағаласып қайтесің, үндеме, ол сөйлеп қояды деп әсем басу айтты. Ашу деген асауға мініп алған Аяған оның сөзін тыңдайтындай халде емес еді. Кеудесі толып қалыпты. Толысын шайқап төгіп, берекесін алған тексіз шалға өлердей ашулы. Мұның бір адамға ғана бағыштаған ашу ыза еместігін әсем біледі. Соңғы бірер айда Аяғанның басынан нелер өтпеді. Барлығы жабылып жүріп, Алдияр Ақпанұлын құлатты.
Сонан соң сол шалдың жыртсың жыртады деген оймен Аяғанға жабылды. Қой, олармен алыспа, алдияр ағаның шамасы келмеген топқа сен не істей аласың, деді. Ол туа бітті қайсарлығына басып тыңдамай қойды. Жақия сияқты жұмыртқадан жүн қырыққан айлакер адаммен алысып жеңе алмасын білмеді. Мықтап сүрінді. Әділдік іздеп бармаған жері қалды ма? Бұл аз болғандай әлдекімдер сойылға жығып кетті. Енді міне татар шал қоқаңдап қоқан-лоққы көрсетіп қоқиланып жүр. Басының бағасын білетін азамат қалай шыдасын бұған? Неге біз ғана түсінуге, біз ғана кешіріммен қарауға тиіспіз, ал олар ойына келген істейді. Соны көре тұра үндемеуіміз керек екен. Ол оқымаған, надан, сол себепті не білдірсе кешірім. Солай ма сеніңше? Аяған келіншегіне ежірейе қарады. Әсем жеңілгенін мойындағандай езу тартып төмен қарады. Олар шетінен нахал Әсем. Қолыңнан келсе қонышыңнан бас дейді, шырт-шырт түкіріп, олардың мақсаты біреу-ақ деп Аяған жұдырығымен столды салып қалды. Әкесінің сөзіне түсіне алмай манаурап отырған Елжас селк ете түсті. Баланы шошыттың ғой, Аяған-ау, деп Әсем қабақ шытып. Оларда ақша жасаудан басқа мақсат жоқ. Мемлекеттің байлығы солардың қалтасында жүр, Әсем. Біздің күніміз соларға шеттен келген келімсектерге қарап тұр. Әсем, сен білмейсің, деп күрсінді жігіт. Ашуланғандікі ме? Шеке тамырлары ісініп, білеуленіп кетіпті. Мемлекет байлығын саудаға салса, барлығын солар сатып алар еді. Сол себепті де олар бізге бір халықтың азаматы мақтанышы деп емес, қалтасы тесік мүсәпір деп қарайды. Сен мейлі дүлділ ақын, ғұлама, ғалым бол, ол бәрібір менсінбейді. Өйткені сенің ешкімге, мемлекетке де, партияға да керегің жоқ. Осыны білген келімсек көңіліне жақпасаң, пәтерінен қуып жібереді. Ал сен бала-шағаңды жетектеп, чемоданыңды көтеріп, Алматының көшелерін кезіп, баспана іздеп, қаңғырып жүресің. Әй, осыған обал болдау демейді ешкім. Ата-бабаң жанын беріп, қанын төгіп жүріп қорғап қалған ата жұртыңнан бала-шағаңа баспана, пана болар қуыс таппай, қаңғырығың түтеп сен жүресің. Өз елінен опа көрмей, күні кеше көшіп келген әлдекім кең сарайдай сәулетті үйде тұрып, 2-ден 3-тен ит ұстайды. Олардың итке бөлінген бөлмесі бар, Әсем. Біз кіндік жұртымызда баспана таба алмай, Қазаннан, Ереваннан, Сібірден, Кавказдан келгендердің өзіміз сияқты жалаң аяқтарға арнап салған күркелерінде пәтерде тұрамыз. Қой деймін Аяған, деп Әсем шыр-пыр болды. Күйеуінің мойнынан құшақтап алақанымен аузын жапты. Әлгі шал естіп қояды. Естісін, деді жігіт ашулы дауыспен. Әдейі сол естісін деп айтып отырмын. Есікті жұлқа тартып бөлмеге татар шал кіріп келді. Көзі бағжаңдап Әсемнің иманы ұшты. Шалдың қабағы қату, үлкен дау іздеп келген адамға ұқсайды. Аяғанға мүлде назар салмады. Келіншекке қарай сөйледі. Ертеңнен бастап үйді босатыңдар. Қазаннан туыстарым көшіп келеді, деді сыңар езулей күліп. Сонан соң қалтасынан 15 сом алып, столдың үстіне тастады. Бұл айдың 7 күн және сынған 3 ағаштың құнын алма өріктің пұлын ұстап қалдым. Болды, квит. Атау, ағаштарыңызды біз сындырған жоқпыз ғой? Ендігім, Қазаннан менің туыстарым келіп сындырды ма? Шал қарқылдай күлгенмен жүзі жылымады. Сенің балаларың. Алма өрігіңіз не? Бір ағаштан биыл алманы өте аз алдым. Сенің балаларының кесірінен, деді шал беті шімірікпестен. Шыдай алмаған Әсем күліп жіберді. Аз алсаңыз, біздің балалардың қандай кінәсі бар? Құдайдың бергені сол болса қайтесіз? Сен бұл жерге Құдайды қыстырма қатын, деді абыржып қалған шал. Так, ертең соңғы срок. Біз ешқайда көшпейміз, деді манадан бері үнсіз отырған Аяған зорлана күліп. Есіктен шығып бара жатқан шал кілт тоқтады да бүкіл денесімен бұрылып жігітке зәрлене қарады. Қарай гөр мына күшікті, деді шал шамдана дауыстап. Мен Қазаннан көшіп келгенім жоқ. Өз жерімде отырмын, деді Аяған шалдың жанды жерінен ұстағанын енді түсініп. Оны одан сайын ашуландыра түскісі келгендей төсекке шалқасынан түсіп жатып алды. Шал мұндай сөз естимін деп күтпегендіктен не айтарын білмей, бір қызарып, бір бозарып тыпырлады да қалды. Шығып кетпек болып есікті ашты, намысы қозып қайта жапты. Бұл менің жерім. Мына менің, деді кеудесін дүңк-дүңк қағып. Мына үйді 10 000 сомға сатып алғанмын, понятно? Сен мені қорқытпа, күшік.
заң менің жағымда. Заңға бере беріңіз, до свидания ақсақал, сотта кездескенше сау болыңыз, деп аяғын көзін жұмды. Шал ызаға булығып, ашудан жарылып кете жаздап тұр. Мен Рашидке звонит қылам. Ол сенің мойныңды жұлып алады. Пока ол келмей тұрып, қит қозық, деп сес көрсетті шал. Ұйықтаған болып жатқан аяған көзін сәл ғана ашып, мазамды алмаңыз, үйімді босатыңыз, деді соншалық жұмсақ сыпайы сөйлеп. Шал бұдан арыға шыдай алмады. Өй атаңның гөрі қозық, деп айқай салды да қорбаңдап келіп аяғанның жағасына жармасты. Жігіт те қарап қалмай орнынан атып тұрды. Әсем шырылдап арашаға жүгірді. Қорқып қалған Елжас шыр-шыр етіп жылап жүр. Аяған шалдың қолын бұрап кеудесінен ақырын ғана итеріп жіберді. Құлап қалмасын деп сақтық жасады. Ызаға буған шал ұрмақ болып қолын көтерген. Аяған шап беріп ұстай алды. Ұр! Деп айқай салды шал. Фронтовикті ұрғаның үшін сені соттатамын, иттің күшігі. Рауза, әй Рауза, милиция шақыр. Аядай ғана бөлме азан қазан шуға толды. Дүниені көшіріп Рауза келді. Ұстасып тұрған екеуді көріп айқайға аттан қосып бөлмені басына көтерді. Ащы айғайды естіп көршілер дүрлікті. Фарит Абзиді біреу сабап жатыр деп ойлаған болу керек, екі көршісі шауып келіпті. Оларды көріп Абзи арқаланып құтырып кетті. Байқатпай келіп аяғанды шапалақпен бір тартып өтті. Шалға шабуыл жасайды деді ме, арашаға келген екі татар аяғанды бас салып, қолын артына қайырды. Жаны шырқыраған Әсем шыңғырып келіп күйеуінің қолын қайырып ұстаған біреуінің шашына жармасты. Ол аяғанды жібере салып келіншекпен алыса кеткен кезде бөлмеге Асылхан мен Алмас кіріп келген. Олар келмегенде жанжалдың арты өртке айналып кетері анық еді. Қолайсыз жағдайдың үстінен түскендеріне екі жігіт те қатты қысылып, біраз уақытқа дейін әңгімені неден бастарын білмей дағдарды. Елжасты бауырына тартып егіліп отырған Әсем ғана анда-санда сөйлеп қояды. Ауылға кетеміз, ата-енемнің жанына барамыз, тойып болдық қалаға, деді келіншек. Ерні дірілдеп, тілі икемге зорға көнді. Аяған ауыз ашпай екі жігітке тура қарай алмай басын төмен салып тұнжырап отыр. Асылхан мен Алмастың сап ете түсіп арашалап алғанына қуанды. Көңілсіз істің куәсі болғанына қынжылды. Екі көзінің алдындағы көкпеңбек дақты жігіттердің көріп қойғаны жанына батты. Жап-жас жігіттердің алдында қазіргідей күйде отырғанына намысқой Аяған іштей қатты қорланды. Шай қойсаңшы, Әсем-ау, деді Аяған күлген болып. Қонақтарды қаңтарып отырғызып қойдық қой. Шай қойып әуре болмаңыз жеңеше, біз Аяған ағаның қал жағдайын білейік деп келдік. Ауырып қалған шығар деп ойладық, деді Асылхан. Әсем самаурынын көтеріп сыртқа шығып кетті. Рахмет жігіттер. Курстың жігіттері сізге көп-көп сәлем жолдады аға, деп үнсіз отырған Алмас сөзге араласты. Аяғанның қабағы ашылып, ақырын ғана езу тартты. Екі жігітке бетін көрсеткісі келмей, қорғаншақтап басын төмен салып отыр еді. Алмастың сөзінен кейін басын көтеріп алды. Қал жағдайлары қалай жігіттердің? Жақсы аға, сізге келеміз деп жиналғалы көп болды, деді Алмас кінәлі адамдай жасқана қарап. Тіпті реті келмей қойды. Бүгін әдейі жігіттердің тапсыруымен келдім. Мынау біздің курстың сізге деген сәлемдемесі. Алмас үлкен екі буманы ашты. Қазақ энциклопедиясын 12 томы екен. Студенттерден мұндай үлкен сый күтпеген Аяған не дерін білмей күле берді. Ой жігіттер, бұларың өзі қызық болды ғой, дейді бас шайқап. Жаны жабырқап көңілі жүдеп жүргенде мынандай қошемет көрсе кім болса да босар еді. Аяғанның да көңілі босап, екі жігітті кезек-кезек құшақтады. Біз орталық партия комитетіне хат жаздық. Сізге жала жабылып қиянат жасағанын айттық, деді. Әдеуінен соң Алмас. 4-5 студенттен басқамыз түгел қол қойдық. Үлкен үйге өз қолыммен апарып бердім. Аяған сенерін де сенбесін де білмей, мұндай сәтте не деу керектігін және зерделей алмай отырып қалды. Басыма қиын іс түссе студенттер арашашы боладау деп мүлде ойламаған. Тіпті сондай бір қиын жағдайға тап боламын-ау деген қауіп қаперіне кірді мекен. Өмірі ғажайып шаттыққа, бақытқа толы болатындай көрінетін. Кандидаттық еңбегімді қорғап алсам, жасыл көше ашылады, қалғанын қалпақпен ұрып аламын деген нық сенімі бар еді. Кедергі қарсылық ғылым кандидаты болған соң басталды. Көре алмайтындар, көз алартып сыртынан ғайбат сөз айтатындар көбейді. Оларға ұстазы Алдияр Ақпанұлының дұшпандары қосылды. Бұрын бала деп менсінбей қарайтындар енді тобықтан қағып, қайтып тұрмастай омақаса құлатуға тырысты. Қарап жатып жан бермек жоқ. Күшінің
тең емес екенін біле тұра намысқа тырысып күштілермен алысты. Ақыры олар күшті екенін, алысқанды алып та шалып та жығатындығын танытты. Студенттерге қатал болғаны рас, олар еркіне жібермесе еркінсіп, сабаққа салғырт қарап, бетімен кететін білетін. Қазақстанның тарихын осы республикада тұратын әрбір адам міндетті түрде білуге тиіс. Онсыз әділет орнамайды. Ал сендер Қазақстан тарихының насихатшысыңдар. Сендерге қойылар талап ерекше дейтін студенттерге. Тарихқа жүрдім бардым қарайтын студенттерді аяған жоқ. Сол себепті аяғанның мінезін білетін студенттер оның тілін тауып, әртүрлі сылтау айтып баға алуға тырыспайтын. Мәмілеге көнбейтін бірбеткей мінезіне бола студенттер сырттай келемеждеп ұнатпайтынын сезетін. Кейде олардың кейбіреуіне жөнсіз қаталдық жасап жіберетін де соңынан осы қылығына өкініп жүретін. Кейбіреуімен кейін түсіністі. Олармен алмас арқылы тіл табысып еді. Адаммен адамды таныстырып, табыстырып жүретін жақсы қасиеті бар оның. Енді міне бәрінен жұрдай болып, ешкім керек қылмай жападан жалғыз далада қалғанда тағы да қол ұшын бермекке арнайы іздеп келіпті. Бұлар энциклопедияны қайдан тапты екен деп таңырқады аяған. Кезінде жазыла қалмай қалған қазақ энциклопедиясына жазылу басталғанда студент еді, жөн білмеді, оның нарқын да түсінген жоқ. Ұмытпаса қазақ энциклопедиясына жазыла алмағанын бір ретте осы Алмасқа айтқан. Басқа кітап немесе зат емес, қазақ энциклопедиясын алып келгендеріне қарағанда ұзақ іздеген сияқты. Олар мәселені әділ шешпесе Москваға жазамыз. Қайтсек те сізді арашалап аламыз, аға, деді біраз үнсіздіктен кейін Алмас сенімді үнмен. Дұрыс шешіліп қалар деп жақауратты аяған. Сыртқа шығып кеткен Әсем қайтып оралып дастархан жасады. Шал бұрқан талқан болып ашуланып жүр әлі. Кемпірі үйіне әрең алып кірді, деді Әсем шай құйып отырып. Басқа пәтер іздемесек тыныштық бермей сол, деп мұңайды аяған. Бір күні балаларға зиян жасап жүрсе. Құдайым-ау, деді келіншек үрейленіп. Осы үйге қайдан ғана тап болдық екен. Балаларда не жыны барын қайдам, кішкентайлар сыртқа шықса айқайлап ұрысып үрейін ұшырады. Сол шалдан қорқып балалар сыртқа шығудан қалды. Үш баламен бізді кім қабылдай қойсын, деп күрсінді аяған. Қарсы алдынан өткел бермес аса өзен шыға келгенде аяған шарасыз күйге түсіп, қабағы тұнжырады. Оның қабағын аңдып отырған екі жігіт қолайсызданып біріне бірі қарасты. Қиналмаңыз, аға, пәтер табылады, деді Асылхан жымиып күліп. Мен Көктөбенің баурайында Кіші Алматы өзенінің жағасындағы 2 бөлмелі үйде тұрып жатырмын. Ауласы кең, балалар қысылмай, қымтырылмай, еркін ойнайды. Ол үйге қазір көшіп барамын десеңіздер кілті міне. Аяған мен Әсем аң-таң болып бір-біріне қарасты. Осы шын айтып отырма дегендей таңғалу белгісі бар жүздерінде. Өзің қайда тұрасың? Деп сұрады сенер-сенбесін білмей абдырап отырған аяған. Ой аға, маған орын табылады ғой. Арыз жазып барсам ертең ақ жатақхана береді, деп күле жауап берді Асылхан. Ауғанстанға барып 1 миллион дұшпанды жер жастандырып келген батырыңыз осы, деп күлді Алмас. Арыз жазып ізденсе пәтер де алар еді. Бейқам отырған аяған селк етіп Асылханның жүзіне шошына жалт қарады. Момақан жүзді, түсі жылы жігіттің қолы қанға бұлғанды дегенге сенгісі келмеді. Ауғанстанға барғандардың барлығының қолы қан емес қой, деп өзін өзі жұбатты. Есіне Ауғанстанға барып қайтыс болған жалғыз інісі түсіп, көңілін сағыныш баурап мұңға батты. Арқа сүйер Асқар тауы сүрінсе, сүйеп тұрғызар жалғыз жанашыр еді. Құдай оны да көпсінді. Екі көзінің алдына мөлт-мөлт етіп қос тамшы тұнды. Екі жігіт көріп қалмасын деп басын бұрып қос тамшыны сұқ саусағымен қағып түсірді. Қарсы алдында отырған түбіт мұрты, қолмен сызғандай қиғаш біткен қасы бар, көзі үнемі күліп тұратын момақан кейіпті жігітке қайта қарауға аяғанның батылы бармады. Қабылдау емтиханды осы жігіттің алдына келгені есінде қалыпты. Бірінші сұрағын шала біледі екен. Тігісін жатқызып айтып берген болды. Екінші сұрағынан мүлде ауытқып кетті. Соны өзі де біле ме, бір кезде тоқтады. Інішек, тарих менің наным, деп күлген. Жас жігіттің екі беті әп-сәтте нарттай қызарып шыға келген. Үшінші сұрағыңа көш. Осыдан кейін ол ойын жинақтай алмай, сөзінің басы бірікпей шаршаған. Сол жолы жанашырлық жасап, үш қойып жіберуіне болар еді. Басың жас, інішек. Келесі жылы кел.
тарихты жобалап қана білуге болмайды. Тарих деген сан мың, сан миллион, сан миллиард адамның тағдыры. Ол өмірбаян деген Аяған. Екі бетінің қызыл тарқамаған түбіт мұрт жігіт орнынан тұрған соң, рахмет сізге деген. Аяған оның мұнысын кекесін деп түсінген. Сол жігіт міне басына қиын іс түскен кезде азаматтық жасап қол ұшын беріп отыр. Кісілігі кем, кінәмшіл біреу болса, мұндай кезде шоқ-шоқ деп табалап күлер еді. Қойтан жылғыны қозғап, көзіне шұқып, қылдан қиқым іздеп, жүйкесін тоздырар еді. Аяған оған ұрлана қарап қойды. Асылхан Ауғанстанда қаза тапқан жалғыз інісі Серік секілді болып көрінді. Бір сәт Серігі тіріліп келгендей, қу жүрек лүпілдеп келіп алқымына тығылды. Көзінің алды бұлдырлады. Серік деді күбірлеп, көзін жұмып қайта ашты. Жоқ, басқа екен, басқа. Ал аға, не отырыс? Егер қарсы болмасаңыз, мен машина тауып әкелейін, деді Асылхан орнынан тұрып. Сіздер жүкті буып түйіп дайындала беріңіздер. Асылханның пәтері кең сарай, дәлізі, ас бөлмесі бар. Қыста жылы, жазда салқын, алмасы алмұрты төгіліп жатыр, деді Алмас. Ерлі зайыптылар айнып қалардай Асылханның пәтерін асыра мақтап. Аяған мен Әсем аң-таң біріне бірі қарап аңтарылып тұр. Көшейік, Аяған, көшейік, деді Әсем асығыс аптығып. Жігіт жымиып күліп бас изеді. Асылхан машинаға кетті де, қалған екі жігіт жүкті буып түйуге кірісті. Әсем балалар бақшасындағы екі кішкентайын алып келуге жөнелді. Алмас, Алдияр ағаның жағдайы қалай екен, деп сұрады Аяған. Білмедім. 1-7-ден бері бара алмадым, деп күрсінді Аяған. Көп кешікпей жүк машинасын алып Асылхан жетті. Сөйтіп Аяғанның отбасы ойламаған жерден бас аяғы 1 сағаттың ішінде ың-шыңсыз көшті де кетті. Асылханның пәтері Әсемге ұнады. Татаршалдың аядай бөлмесімен салыстырғанда әлде қайда кең әрі жарық, еңсесі биік. Үйдің тұрған жері таза, көркем. Іргесінен сарқырап Кіші Алматы өзені ағады. Ауласы кең. Алмастың айтқаны рас екен. Алма, алмұрт, өрік, ат көпір болып шашылып жатпағанмен әжептәуір бар секілді. Үйдің ішін реттеп болып төсекке жатқаннан кейін Әсем қуаныштан көзіне жас алды. Жылама жаным. Жаны жақсы адамдар аманда ақиқат өлмейді. Ақиқат аманда бала шағаң жаманшылық көрмейді. Сол жақсы адамдардың тілеуін тілейік, Әсем, деп жігіт жарын құшақтап. Өмірімде тірі адамға жаманшылық ойламап едім, Аяған. Жаттың да тілеуін тіледім, деп Әсем дауысы дірілдеп. Әңгімесі үзілді де қайтып жалғасқан жоқ. Біраз үнсіздіктен кейін адам атаулы аман болсын, деді. Ерлі зайыптылардың әңгімесі осымен аяқталды. Әрқайсысы ой түкпірін ақтарып, өзімен өзі болып кетті. Тауған өсер жауған тәрізді Кіші Алматы өзені тасып жатыр. Оның гүрілі тосын да үрейлі. Бұлар күндіз көрген момақан мінезді өзенге мүлде ұқсамайтын сияқты. Қуаныштан ба, жоқ әлде уайымның әсері ме, Әсем таң атқанша кірпік ілмеді.